Қайырлы кеш отандастар, біздің арамызда атақты ақын Назарбаев зияткерлік мектебінің Тараз филиалының қазақ тілі пәнінің мұғалімі Аманкүл ханым. Ал Аманкүл ханым, шығармашылығыңызбен бөліссеңіз. Сіздің өлеңдеріңізді тыңдау бізге үлкен қуат берері сөзсіз. Ой, бұл кісінің өлеңдері. Қыздар енді көтермелеу жібердіңдер, қазір енді демалып жүрміз ғой, енді шабыт деген өзі әрқалай келеді. Бірақ енді мен ең бірінші өзімізде ұстазбыз, ғалымда шахтер ұстаздың алдынан өткен дейміз. Сондықтан ең бірінші әрине өз-өзімізді дәріптемесек кім дәріптейді. Сол мектепте жүргенде ең алғашқы менің мұғалімге, ұстазыма арнаған мәңгі жадымда сақталып қалды. Сол өлеңді сіздерге оқып берейін егер рұқсат болса. Қиялыма қанат бітіріп, арманымды алға сөйлеттің, өмірдің сырын ұқтырып, өсуге үйреттің. Баулыдың нәзік гүліңді, жоқтатпай ата-ананы, бойыма құйдың білімді, ойыма құйдың сананы. Ұстазым, сүйем өзіңді, сондықтан тыным таппаймын, өмірмен, ісіммен, еңбегімді ақпаймын. Алсам деп кетіп барамын, алдағы күннен есемді, қиялмай сізге қаладым, әзірге аға, қош еді. Шығарып тұрсың толғана, шәкіртім едім тым алғаш. Айтарым бүгін сол ғана, барлық үшін алғыс деп 1981 жылы 21 майда осы өлеңді былтыр ғана марқұм болды. Мұқан Иманбеков деген мектеп директоры маған химия пәнінен сабақ берген асыл ұстазыма арнаған едім. Содан бері міне 41 жыл өтті. Жадымда мәңгі сақталып қалды. Бұл менің ең алғашқы өлеңім болатын, ұстазыма арнаған. Қыздар, мен осылай. Керемет қандай. Ой, керемет, жақсы. Тамаша.